Баршаға сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін деп сіздермен бүгін мынандай баклажаннан салат жасаймыз. Бұл баклажаннан салат қарапайым болғанымен дәмі өте керемет. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Енді баклажанымызды алып, видеода көргендеріңіздей домалақтап, ұсақтап турап аламыз. Өте қалың емес, орташа көлемде етіп баклажанымызды турап аламыз. Толықтай видеоны көріп, дәл видеодағыдай жасасаңыздар, керемет шығатын салат. Мінекей, бәрін турап болды. Енді бізге керегі 3 жұмыртқа, оған кішкене кристаллик дәмін келтіру үшін. Мінекей, енді осы дайын болған жұмыртқамызға баклажанымызды бірінші ұнға салып, содан кейін жұмыртқаға салып дайындап аламыз. Міне дәл видеода көргендеріңіздей, енді осыны қуырып аламыз. Мінекей, ұнға, содан кейін жұмыртқаға. Мінекей, толықтай екі жағын қызартып, бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Мінекей, енді осы дайын баклажанымыз суығанша, мінекей осындай болу керек, қып-қызыл. Баклажанымыз суығанша ортасындағы салмаларын дайындап аламыз. Салмасына укроп, сыр, сосын майонез. Сыр кез келген сыр бола береді. Мен де моцарелла сыр қостым. Укробымызды қосамыз. Сырымыз, төркіден өткізген сыр. Кішкене төгіліп кетті. Енді үстіне майонез. Осы үшеуін әбден араластырып, енді баклажанымыздың ортасына жағып, чеснок салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Чеснокты ұнатпайтындар болады. Сондай үлкен кісілерге де жақсы салат. Салманы көп салсаңыз да болады. Өйткені арасында сыр бар. Аз мөлшерде салып жасаса да болады. Мінекей, үстіне баклажан. Қарапайым болғанмен дәмі өте керемет. Мен ішіне енді помидор салдым. Қаламасаңыздар, помидор салмасаңыз да болады.
Мінекей дайын баклажан салатымыз. Кез келген қонақ келген жағдайда да аяқ астынан жасап жіберетін тез әрі өте дәмді. Жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.